Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Мейірхан Әбдіманапов. Бүгін эфирімді естіп жатқан боласыздар. 2 күннен бері Оразалы Ержанов алдында 15 тәулікке қамалған болатын, или 10 тәулікке қамалған. Сол 10 тәулігі бітетін күні кешкісін оны қайтадан қамау мерзімін 2 айға созып, үстінен қылмыстық іс қозғаған жөнінде белгілі болып отыр. Осы жайлы мен пост дайындаған болатын, қазақша және орысша нұсқасын. Соларды нұсқа күйінде жариялайын дедімді. Одан кейін біраз көпшіліктің сұрауы бойынша бұны бейне жазба күйінде де сіздерге жеткізгім келіп отыр. Оның тақырыптың аты Оразалы Ержановтың ісі дейді. Адвокат пен заңгерлер кімді қорғап жүр? Әлде спектакль ойнап жүрмі деген тақырып. Соның кіріспесін енді қайырлы күн ағайын. Бүгін біз заң мен әділеттің қалай спектакльге айналғанын талқылаймыз. Мысалға, Алматыға шыға қалсаң, Алматы көшелерінде референдумды қалай дауыс беру керектігін насихаттайтын, биліктің көңілінен шығатын, алайда тапсырыс берушісі көрсетілмеген заңсыз билбордтар жайнап тұр. Оған көңіл бөліп жүрген заң қызметкерлерін мүлдем көрмейсің. Оларға ешқандай шара қолданылмайды. Билбордтарда тапсырушы болу керек қой, ол бәрі көрсетілу керек, ондайлар жоқ мүлдем. Осы жайлы айтылып отырмыз. Ал референдумға бойкотты қалай сауатты түрде жасауға болатын әлеуметтік желілерде ашық айтқан Оразалы Ержанов 2 айға қамалды. Не үшін? Ал енді соны саралап көрелікші. Мысалға, айыпталудың негізсіздігін енді талқылап көрейік. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 150-ші бабы. Оразалыға қылмыстық кодексінің 150-ші бабы бойынша айып тағылып отыр. Бірақ бұл ақылға, логикаға сыймайтын абсурдты айып. Неге дейсіңдер ғой? Онда тыңдаңыздар. Мен ең алғаш бірден кімді қамауға алды деп естігенде 150-ші бапты неден ашып көрдім, Google'дан. Сонда көзге бірден ұрды. Бұл абсурд екені ғой енді. Соны өздеріңде ашып көріңіздер, 150-ші бапты. Бұл 150-ші бап бойынша егерде Оразалы референдум өтетін күні ғана дауыс беру учаскіне физикалық түрде өзі келіп, дауыс беруге келген адамдарға кедергі жасаса, есіктен кіргізбесе, немесе учаске ішіндегі комиссия жұмысына кедергі келтірсе, сонда ғана қолданылуға тиіс бұл бап. Оған дейін, мысалға, 150-ші бапты қолдануға мүлдем келмейтін нәрсе. Соны нағып көрмейтін білмеймін, қорғаушылардың, адвокаттардың, заңгерміз дейтіндердің мысалға. Оразалы референдумға барғандарды есік алдында ұстап тұрды ма? Әрине жоқ. Ол тек егов платформасы арқылы өз құқығыңды қалай қорғай алатыныңды түсіндірді. Бұл әрине қылмыс емес, бұл конституциялық құқық әркімнің. Одан кейін үшінші, мысалға, көңіл бөлетін нәрсе. Адвокаттар мен заңгерлерге сын. Оны да қысқаша бір тақырып. Ең қызығы қорғаушы тараптың ұстанымы. Мысалға, адвокат Виталий Воронов пен заңгерлер Майдан Сүлейменов пен Фархат Қарағұсов Оразалыға не үшін кепілдік беріп жүр? Олар кепілдік берген, мысалға. Соған сұрақ.
атымен жоқ қылмысқа неге кепілдік береді? Ол мысалға 150-ші бап мен айттым ғой, ол тек қана 15-ші наурыз күні болуы мүмкін. Онда да ана елдіге кедергі келтіріп кіргізбей жатса, оған дейін оғандай айып тағу тегі ақылға сыймайды ғой мысалға. Ал енді олар не себеп, неге кепілдік береді мысалға? Мен соны түсінбеймін. Кепілдік беру бұл тағылған айыпты жанама түрде мойындау емес пе мысалға? Бұлай ойласаң солай ғой. Жанама түрде мойындау. Ей, қойыңдар қайдағы деп айту жоқ. Неге істің мүлдем заңсыздығын айтып, оны тоқтатуды талап етпейсіңдер мысалға? Вот кімдерге жаңағы Майдан Сүлейменов, Фархат Қарағұсов, Виталий Воронов. Неге бұлар істі мүлдем заңсыздығын айтып, оны тоқтатуды талап етпейді? Бұл тергеудің заңсыздығын бүркемелейтін келісілген ойын сияқты көрінеді. Мысалға маған даже солай көрінеді. Сендер өтірік не болыңдар, ана кепілдік беріңдер, біз одан бас тартамыз дегендей. Кәдімгі олардың заңда әрекетін заңдастыруға көбірек ұқсайды мысалға. Одан кейін төртінші, бұдан не шығады? Бұл не себепте оны осында айып тағып отыр Ержановқа? Төртінші, ол биліктің қорқынышы. Билік неден қорқады? Олар Оразалының идеясы, әсіресе мына ірі қалаларда, Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда, немесе Қарағанды, сондай ірі қалаларда вирустық сипат алып, халықтың жаппай егов арқылы бойкот жариялауынан қорқады. Жаппай егов арқылы бойкот жариялауынан қорқады. Сондықтан да бұл құқықтық іс емес, бұл саяси тапсырыс деп мен баға беремін. Бұл саяси тапсырыс. Енді қорытынды не шығады? Оразалы Ержанов ешқандай жағдайда қамалуы тиіс емес. Оған тағылған айып пен қылмыстық іс ешқандай сын көтермейтін, ақылға сыйымсыз, абсурдты айып. Оның әрекетінде қылмыс құрамы атымен жоқ, мүлдем. Ал егер құқық қорғау органдары заңның орындалуын шынымен қадағалағысы келсе, онда ойдан іс шығарғанша, Ержановқа ойдан іс шығарғанша, көшедегі мына заңсыз билбордтарды, ілгендерді тауып, соларды жауапқа тартсын. Нағыз заң үстемдігі сонда ғана орындалады. Міне осы енді айтарым. Добрый день, уважаемые соотечественники. Сегодня мы обсудим, как закон и правосудие превращается в спектакль. Со вчерашнего дня я приготовил этот пост на казахском и на русском языке в письменном виде. Потом я решил его озвучить для слушателей тоже. Дело это Оразалы Ержанова, который защищает адвокат и юристы. И мы наблюдаем очередной спектакль. Почему я так думаю? Я сразу же открыл, в чем обвиняют его, 150-ю статью. И сразу я понял, что обвинение полный абсурд. По этой статье его обвинять или судить, тем более это просто невозможно. А почему это не видят, например, адвокаты и юристы, которые поручаются? Вот, например, на улицах Алматы вовсю красуются билборды, агитирующие за референдум в интересах власти. И как голосовать, как будто «за» там сразу написано. Но на них нет
данных о заказчике, что является нарушением закона. Ни один сотрудник органов не обращает на это внимания. Их никто не трогает. А вот в то же время Уразалы Ержанов, который открыто в социальных сетях выражал свое мнение о том, как грамотно объявить бойкот референдумом, арестован на 2 месяца. За что? Ну давайте разберем по пунктам. Я разделил на несколько пунктов. 2 это, например. Если предыдущий 1. Второе. Безосновательность обвинения. Статья 150 Уголовного кодекса РК. Уразалы обвиняют по 150 статье УК РК. Ну это, как я уже сказал, это абсолютный абсурд, не поддающийся логике. Ну послушайте, эта статья применима только в том случае, если бы Уразалы в день референдума физически участвовал бы. Это только 15-го, еще не наступило же. Физически препятствовал бы людям на участках, которые прибыли там голосовать, и не впускал бы их с дверей или там с ворот, или мешал бы работе комиссии. Разве он стоял у дверей и кого-то не пускал? Ну, абсолютный бред, нет уже, еще даже не наступил такой день. Он лишь объяснил по социальным сетям, как защитить свои права через платформу ЕГОВ, чтобы не украли ваши голоса. Ну, некоторые так думают, если мы объявим бойкот, то наши голоса украдут. Ну, тогда, если ты сомневаешься, ну, он советовал, как можно поступить. Всего лишь. Это не преступление, это конституционное право каждого гражданина. Далее, например, 3. Я тут уделил внимание критике адвокатов и юристов. Самая странная позиция защиты – это зачем адвокат Виталий Воронов и юристы Майдан Сулейменов и Фархат Карагусов дают за Уразалы личные поручительства. Вот зачем гарантировать то, что-то в деле, где преступления нет и в помине, вообще нет уже преступления. А что они гарантируют? Разве поручительство это не косвенное признание предъявленного обвинения? А? Пускай ответят. Почему вы не заявляете о полной незаконности дела и не требуете его прекращения? Это выглядит как согласованная игра, маскирующая беззаконие следствия. А? Можете ответить? 4. Страх власти. Почему они боятся? Чего испугалась власть? Они испугались, что идея Уразалы Ержанова примет вирусный характер в крупных городах. Ну, например, Алматы, Астана, Чимкент, Караганды и вообще во многих городах, где люди умеют пользоваться ЕГОВ. И люди массово начнут объявлять бойкот через ЕГОВ. Вот чего они испугались. Поэтому это не правовое дело. Это никакое не правовое дело. Это политический заказ. Это я твердо могу сказать. Это не правовое дело. Это политический заказ властей. И последнее, 5. заключение. Уразалы Ержанов ни при каких обстоятельствах не может и не должен быть арестован. Он должен быть освобожден.
Само обвинение – это юридический абсурд, не выдерживающий критики. В его действиях нет состава преступления. Ну и последнее. А если правоохранительные органы действительно хотят хотят стоять на страже закона, то пусть оперативники эти займутся теми, кто развешивает по городу незаконные бильборды, которые безадресные, заказчиков нету. Именно там кроются реальные нарушения, а не в словах гражданского активиста или как Иржанова. Вот на этом можно закончить. Пускай отвечают, например, пускай комментирует Виталий Воронов и вот эти, кто за него поручался.